Саған достар, мен деген тағы да кешігіп қалған сияқтымын ғой. Ой, кешірім өтінем. Тағы да кешігіп қалыппын мен бар ғой. Саған мүмкін емес, мен деген жарты сағатқа кешігіп қалыппын ғой. Баяндамай-ақ қой Зорро, біз деген үйреніп кеттік, сені әдейі жарты сағат ерте шақырдық қой, біз деген өзімізде жаңа жиналдық. Сондай ма? Иә Зорро, сондай. Сенің кешігіп келетініңді біліп, арнайы біз ерте шақырдық сені. Ей, капитан Луфи, мен әрине ештеңе қарсы емессің, бірақ та таң атпай жолға шыққанымыз қате емес пе? Даланы қарасаңшы, дала деген бір түсті бір қорқынышты болып тұрған сияқты ма, әлде маған солай көрініп тұр ма? Қорықпай-ақ қойыңдар, ештеңе де болмайды. Достар, мен деген мынандай түнгі уақытта деген өте қорқынышты оқиғаларды естіп едім. Айтып берейін бе? Керек емес, броук. Өзім қорқып зорға тұрмын, яқта қорықпаңшы мені. Жарайды, ал ендеше кеттік қайығымызға басайық. Айт біз мынау кемеміз деген толқынмен өзімен өзі жүзіп кетейін деп тұрған сияқты ғой. Давайте кеттік. Жарайды, штурвалға өзім барайын. Қалай болмасын, мына команданың ішіндегі қайық айдайтын мен ғой. Ал кеттік па? Жолға шықтық ал ендеше. Опана. Ей, не болып кетті мына жерде, жігіттер? Саған мынандай тұманды мен өмірі көрмедім бар ғой. Айналаны қараңдар. Алыстан вообще көрмейді. Қатты алысқа қарай етіп қалсақ, тіпті біз кораблімізді жоғалтып алатын сияқтымыз. Мына жерде не болып отыр? Мынандай тұманды мен деген өмірі көрмедім ғой, расында да апасына бірдеңе болайын деп жатқан сияқты мына жерде. Давайте барлығын келіңдер, мына жаққа жиналыңдар, барлықтарын бір жаққа қарай жиналайық. Міне осы жерде ұсап тұр ғой, осы жерге қарай жиналыңдар. Мынауың апасына бірдеңе болайын деп жатқан сияқты. Қайдағы апасы? Ештеңе де апасы емес. Бізге бар болғаны ары қарай жүре беру керек. Жолдан тайып не істейміз біз деген? Барлығы да болуы мүмкін. Тайшты мен деген Луффидің капитанның айтқанына толығымен келсем, тоқтау керек бізге. Қайдағы тоқтау жігіттер? Алла қарай жүре бермейміз бе? Дала деген әдемі күшті болып тұр ғой. Қойшы, Брук, сен өзің скелетсің ғой, өзің сияқты скелеттерден қорықпайтын шығарсың. Жоқ, қайдағы? Керісінше мен деген скелеттерден қатты қорқамын. Брук, сен скелеттерден неге қорқасың? Өзің скелет емессің бе? Расында да мен өзім скелет екенмін ғой. Тек достар, жиналып жатырмыз дей ма? Қазір жетіп алайын, мына жақта Чоппер не істеп жатсың? Фрэнки, менің басым айналып отыр. Жарайды, келіңдер қосылайық мына жаққа. Жатам, не айтып жатсың енді? Ал жігіттер, көріп тұрсыңдар, мына айналада деген ештеңе де көрінбейді ғой. Судың астынан қараңдар, тұман басып отыр ма, бірдеңе басып отыр. Так что біз деген барлығымыз жиналып кішкене баратқан жерімізден кідіріп күте тұрайық, тұман кеткенше. Міне, осы біздің капитан, енді қосылам мен осы капитанға. Так, Руффи! Мынау не корабль? Мына жақта отырған мына корабльді көріп тұрсыңдар ма сендер? Қайсыны корабльді айтып отырсыз? Мынау не корабль? Айтып едім жігіттер, мына жерде скелеттер бар. Болды, қорықпаңдаршы. Ендеше жаңның ішінде скелет призрактар осы қашып кетеді. Қайда қашқан? Бәлкім мынау нормальный корабль шығар. Қайдағы нормальный корабль, Луффи? Біз өзіміз адасып кеттік тұман басқан жерде. Мына жақта деген нәңгілде бір корабль тұр. Өте странно. Жарайды, ендеше команданы екіге бөлейік. Зорро, дұрыс айтады. Команданы екіге бөлейік. Жартысымыз мына қайықты зерттеуге барамыз, ал жартысымыз өзіміздің қайығымызды қорғауға қаламыз. Келсем. Ендеше қайыққа, мына жаңа қайықты іздеуге мен, Луффи және Брук барады. Қалғандарың осы қайықты өзіміздің қайығымызды қорғаңдар. Тоқтаңдар! Кім шешті оны? Біз деген келіспейміз ғой. Білем жігіттер, бірақ та мен толығымен келсем. Давайте. Опана. Мен де Луффимен келсем. Опа. Әрине, жігіттер, қош болыңдар ал. Жолдарың болсын. Мыналар деген жарайды, ендеше жақсылап тұрып күзетейік өзіміздің қайығымызды. Шынымды айтсам, мен қуанып тұрмын аналардың барғанына. Егер анаяққа мен барсам, мен деген қорқып бұтыңа шықпадым. Усоп, сен деген уже бұтыңа шықпаған сияқтысың ғой. Ал кеттік ал, мына қайықты іздейік. Мына қайық деген сыртынан қарасаң неге ұқсайды екен, достар, мынаны қараңыздар. Мынандай қайық деген неге ұқсатуға болады? Дәл қазір төменге түсіп ана тіркеп лайк басып кетіңіздер. Мен деген точно білмеймін, бірақ та мына қайық деген точно бір қайыққа ұқсайды. Үстінде деген мынандай түтін шығатын жерінің төртеуі бар. Мынауың деген точно бір қайыққа ұқсайды. Біздің деген өзіміздің қайығымыздан нәңгілді үлкен екен де. Тек жарайды, іздеп көрейік жақсылап. Мына жақтарда не бар екен? Төменге қарай түсіп іздейтін болса вообще әдемі болатын еді. Жарайды, мен де іздеп бастайын. Ең әуелі мына крышасынан
төменге қарай түсу керек қой. Мына жерде лестница ма неме не бәле бірдеңе болу керек қой обязательно. Ол қай жерде екен, а? Так, мына жерде лестница үстіне қарай апарады. Қайда вообще мына жерде деген 100% төменге қарай түсетін баспалдақ болу керек қой. Әлде мына корабльдегі дамыған соншалық лифт бар ма екен? Лестница таптым мен ақыры. Мына лестницаны табу үшін неше сағат жүрдім мен, а? Не қалайды мына жерде? Қандай жазу тұр, оқи аласыздар ма? Second class entrance деме бірдеңе дейді. Жарайды, түсіп көрейік. Мына жермен айдап түсеміз. Қалай түсеміз. Мен мына жерден бірдеңе байқап қалған сияқтымын ба? Достар, мына жерден бірдеңе көріп тұрсыздар ма? Менің дұрыс көзім көрмей тұрған сияқтым әлде қалай? Білмеймін, көте менің көзім шашыраған сияқты ғана. Ұйықтау керек еді деген не деген. Жарайды, ары түсе берейік. Мына лестница бізді қай жерге қарай апарады екен? Жақсылап тұрып қарап болайық. Подвалға дейін түсіп кетпейін бе екен әйтеуір. Мына лестницаң төменге қарай кетіп жатыр ғой. Так, достар, мен түсінбедім. Мына лестницамен мен өтіп баратырмын. Әлі өтіп баратырмын ғой, мен мына лестницаның шегі бар ма өзі? Ей, лестница. Жарайды, мен манадан бері лестницаға өтіп баратырмын. Қара екенді қай жерге қарай келгенімді менің бар ғой. Саған, мынау не қыл дейді? Second class entrance. Мынауың деген дәл ана зат қой. Манағы менің ең үстіне кірген жердегі жер емес пе? Сонда мен лестницаның төменге қарай түспегенмін бе вообще? Білмеймін достар, не болып жатқанын түсінбедім, бірақ та мына жерде точно бірдеңе болып жатыр. Сіздер бірдеңе көрдіңіздер ме? Менің көзімен бірдеңе көрініп кеткендей болды ма? Мынау немене бәле? Мен мынаны енді точно көріп тұрмын ғой, мынаны қараңыз. Мынау прозрачный бірдеңе ма? Не болады мынау? Жоқ, мен деген көзіме бірдеңе болған, маған ұйықтау керек. Точно бір адушы ұйықтау болу керек. Жарайды, лестницамен кеттік те. Төменге қарай түсек, енді осы жолы түсетін шығар мен төменге қарай. Тек, шынымды айтсам, кәдімгідей қорқынышты екен мына жер бар ғой. Әлі біз деген мына жерде Зорро Луфи үшеуміз жүрміз. Тоқта, айтпақшы, біздің қайығымыз қайда қарай кетіп қалған? Мен түсінбедім, біздің кемеміз қасымыз. Міне тұр екен ғой. Мына тұман деген қалың болған сайын тіпті көрінбей кетіп бара жатыр ғой. Тек мынаның астына явно түсе алмайтын сияқтымыз. Бір қызығы, мына корабльді ешкімді таппадық, бірақ та деген мына дауысты естіп тұрсыздар ма? Корабльдің дауысы шығып жатыр. Корабльден бөлек светтер жанып тұр. Егер де мынақта свет жанып тұрса, значит тағы 100% біреу болу керек деген сөз емес пе, да? Мен әйтеуір өз басым сөйтіп ойлаймын. Точно біреу болу керек қой, егер де солай болса. Так, жарайды, кеттік. Ана мынау деген екінші этаж екен. Екінші этажға кірдім. Біз деген мына жерде іздеп жүргенімізде көп уақыт болды, бірақ та әлі Зорро Луфи ешқайсысымен де кездеспедік. Біртүсті странный, шынымды айтсам бар ғой. Жарайды, мынақта не бар? Мынақта тағы бірдеңе бар екен. Тағы да төменге қарай түсетін жер бар ма? Әлде менің жаңа келген жерім бе? Ой, мен мына жерден көтерілген екенмін ғой. Айбай, значит, былай қарай кеттік. Қызы екен. Ё-моё, мынау не бәле? Мынаны көрдіңіздер ма? Менің артынан біреу қуалап жатыр. Алғарым артынан қуалап жатыр. Мен қаштым. Шынымен менің артынан қуалап жатыр ма? Шынымен менің артынан қуалап жатыр ғой. Достар, сіздер де жақсылап көрдіңіздер ме? Білмеймін, сіздер көрді ма, көрінбеді ма? Артынан бір құбыжық қуалап жатыр. Қаштым мен, қаштым. Давайте мынаяқтан тезірек қашып кетейінші бар ғой. Мынаяқтан да бір түтін шығып тұр. Түсінбедім, давайте тезірек қашып кетейінші. Мынаяқта деген жаман қорқынышты екен бар ғой. Айтя біз Зорро или Луфи екеуінің біреуін кездестіруім керек еді. Мен әйтпесе мен бір өзім жүріп қатты қорқып кеттім. Тек, мынау қай жерге тап болдым мен, айналайық, бір тұман болады, өшедім көрінбей қалады. Достар, мына жер кәдімгідей күшті екен де. Жақсылап қараса вообще әдемі болатын сияқты. Мынаның ішін қарап көрейік. Мынаяқта есік жабық екен де. Жарайды, проблема жоқ. Жабық болса әңгімесі жоқ, жабық болса жабық болсын. Не істеуге болады, достар? Мынаның барлығы да жабық. Айнала деген түтін басып жатыр ма? Сондай түтін сияқты бірдеңе болып жатыр. Лестница деген то астына апарады, то алдына апарады, то жоғарыға апарады.
Давай түсіп көрейік ендеше. Оп, мәссаған, не болып жатыр мынау достар, айналаңдар, айнала дегенде аппақ болып кетті ма, бірдеңе болып кетті, мен вообще көзім көрмей қалды. Жарайды, мына жақта лестница бар екен, осы лестницамен көтерілейік. Мына лестница мені қай жерге алып келді, мына лестница мені бір жерге алып келді, білмеймін, әйтеуір бітпейтін бір лестница. Оп, анам, мынау немене бәле? Білмеймін, мынау коридор бітпейді, әйтеуір жүріп баратырмын, мынау бітетін түрі бар ма өзі? Давай тезірек жүрейік. Давай. Опана. Пока что ештеңе де ондай көріп тұрған жоқпын мен. Алдымнан полион бірдеңе шығу керек та мен. Мынау не болды достар? Байқадыңыздар ма? Бірдеңе біреудің аузы шығып кетті ме? Жақсы, ары қарай кеттік, іздемейік. О, шықты ма қырма жерден. Мына тұман деген мені ештеңе де көрсетпей жатыр бар ғой. Мен бір биікке, үшінші этаждың биігіне шығып кеттім. Мынау лестница үстіне қарай көтеріліп жатыр, әйтеуір деген. Көтеріліп, сыртқа қарай шығып кетпейді шанында. Мен де солай ойлаймын әйтеуір. Оппа, саған мен ақыры сыртқа шықтым. Есік таптым мен сыртқа шығатын. Давай шығып кетейік. Ақыры шықтық қой. Мен шықтым ақыры. Әйтеуір шықтық қой. Енді Зоро, Брук соларды кездестіру керек еді. Брук, как раз сені тауып алдым. Че там ехал? Қой, жарайды, мынау болмайды. Мен деген лестницадан қанша түсіп келе жатырмын. Ештеңе де өзгерер емес. Шайх мына жерден бәлкім қазір Луфи мен Брукты тауып... как раз Луфи мен Брукты тауып алдым. Че там, братва? Жігіттер, мен деген қорқынышты біреуді көрдім, үстінде түтін шығып жатыр. Мені артымнан қуалап кетті. Қашып кетейікші мына жерден. Мен де соны көргендей болдым. Мен пайды ештеңе көргендей болған жоқпын бара, бірақ та мынау странны. Мынандай нәңгілде қайықтың ішінде бірде-бір адамды кездестірмедік, бірақ та светтері жанып тұр, двигатель барлығы да жасап тұр бар ғой. Болды, кетейік, менің ішім пісіп кетті. Кетейікші, мен қорқып кеттім. Жарайды, корабліміз қайда? Мынау емес пе корабліміз? Опа, әйтеуір корабліміз аман ба? Әйтеуір өзіміздің корабліміз аман екен. Давай. Зоро, мына жақта екен ғой. Адасып қалайын деп жазадым ғой. Опа! Мен күтіндеші. Мен деген бара алмай қалып, қазір деген мына корабльдің ішінде қалып қоймайын. Ё-моё. Тошып кеттім ғой жаман кәдімгідей бар. Кеттікші. Әйтеуір мына жерден алыс қарай кетіп қалайыншы. Именно осының қасында жүрмей қояқшы ағайын. Қазір мен деген штурвалды алып алайыншы. Мынан қараңдар, дала деген вообще түк те көрінбейді ғой. Давай. Мен алға қарай итіріп кетін. Давай, жүр. Жүріп кетір ма? Жүріп кетқан сияқты корабліміз. Корабль жүріп кетір. Дала кішкене ашылды ғой. Саған достар, походу деген именно ана корабльдің қасында жүрген соң көзіміз ашылмай алған сияқты ғой. Тұман деген именно жаңағы корабльдің қасында тұман болған сияқты. Жігіттер сондай ойға қалай ойлайсыңдар? Олай болуы да мүмкін. Әңгімесі жоқ. Мен деген біреумен төбелесем бе деп бар өдім, ешкімді кездестірмедім, соған кішкене ішіп жанып тұр. Жарайды, аман сау екенсіңдер, соғанда рахмет.